Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен дәл осылай видеода көрсетілгендей шашпа палау жасайтын боламыз. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен палауға қажетті заттарымызды дәл осылай түгелдеп, жуып тазалап алатын боламыз. Сәбіздерімізді дәл осылай ұзынша етіп турайтын боламыз. Пияздарымызды жарты сақина етіп турап алатын боламыз. Тауық аяқтары менде бір тауық аяғы, яғни 4-ке бөлінді. 4 бөлік шықты. Қазанымызды отқа қойып, 100-120 мг көлемінде сұйық майымызды қыздырып алатын боламыз. Ең алдымен пияздарымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Яғни ол палауға ерекше өзінің түсін беретін болады. Пиязымыз қып-қызыл болып жақсылап қуырылғаннан соң сәбізімізді салып, оны да 10 минуттай қуыратын боламыз. Екеуі жақсылап қуырылғаннан соң жаңағы тауық аяқтарын салып, баяу отта жақсылап қуыратын боламыз. Дәміне қарай қара бұрышты, тұзды, жаңағы приправалардың түр-түрін қосатын боламыз. Мейіз және де зира болатын болса, өте дәмі керемет болып шығады. 2 кішкентай кесемен су құйдым, яғни жаңағы ішіндегі еттеріміз батып тұратындай болу қажет. Баяу отта жақсылап 20 минуттай қайнататын боламыз. 20 минуттан соң дайын болған күріштерімізді, жуып тазаланған күріштерімізді салып, баяу отта пісіріп алатын боламыз. Жақсылап қайнағаннан соң палаудың бетін дәл осылай кепкірмен түзулеп шығатын боламыз. Араларын осылай қасықтың көмегімен осылай жасап шығатын боламыз. Бетіне осылай тарелканы қойып, қазанның қақпағын жасап жауып қоятын боламыз. Міне бізде палауымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.